Қайырлы күн баршаңызға. Ерекше тәтті түрік халқының баклавасын дайындаймыз. Ол үшін кеңірек ыдысымызға 550 грамм ұнымызды електен өткізіп аламыз. Оған 1 шай қасық тұз қосамыз және біраз қасық алма уксусын қосамыз. 3 жұмыртқа саламыз. Сәл араластырып аламыз. 200 мл суымызды 2-3 бөлікпен қосамыз. Жұмыртқамыздың көлеміне қарай су сәл аз немесе көп кетуі мүмкін. Осы қамырға осы жұмыртқамен тура 200 мл су кетті. Жақсылап араластырып, иін қандырып, қамыр илейміз. Қамырымыз жақсылап илеп, 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Оған дейін сироп дайындаймыз. 350 мл суымызды сәл шұңғылдау ыдысымызға құйып, оған 400 грамм шекерімізді қосамыз. Және жарты лимонымызды сығып шырынын қосамыз. Лимонымыздың дәнегі кетіп қалмау қажет. Сиропымызды әбден қайнағанда барып араластырамыз. Жақсылап араластырып, тағы 2 минуттай баяу отта ұстаймыз. Сироп дайын болды. Қамырымыз тынды. Қамырымызды кішірек бөліктерге бөліп аламыз. Осы қамырды мен осындай 7 бөлікке бөліп алдым. Бізге осындай жүгері крахмалы қажет болады. Міндетті түрде жүгері крахмалын пайдаланыңыздар. Картофельный крахмалдан жаман дәм шығып қалады. Сол себептен мен сіздерге жүгері крахмалын пайдалануға кеңес беремін. Біз ешқандай ұнсыз осы жүгері крахмалымен нандарымызды жаятын боламыз. Осылай сәл кішірек бөліктерге бөліп, осылай біркелкі қылып жайып аламыз. Ортасына міндетті түрде крахмалымызды себеміз. Қамырымыз бір-біріне жабысып қалмас үшін. Келесінде осылай жұқалап жаямыз. Бәрін бірінің үстіне бірін жинаймыз. Сіздерге түсінікті болу үшін осы жерге көрсетіп қоямын. Бетіне кукурузный крахмалымызды сеуіп отырамыз. Міндетті түрде әйтпесе қамырымыз бір-біріне жабысып қалады. Бәрін осылай жайып алдық. Жайып алған қамырымыздың бетіне сәл дымқылдау орамалымызды жауып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін құятын сармайымыз дайындап аламыз. 300 грамм сармайымызды ерітіп аламыз. Еріген соң бетіндегі көбіктерін қалдырмай алып тастаймыз. Міндетті түрде көбігін қалдырмай алып тастаңыздар. Қамырымыз тынды. Енді осылай топ күйінде бетіне крахмал сеуіп жаямыз. Видеода көргендеріңіздей ортасынан шетіне қарай жаямыз. Сол кезде біркелкі болады. Аударып келесі жағына да крахмал сеуіп, осылай ортасынан шетіне қарай жаямыз. Жайып алған соң қамырымызды бір-бірдеп ашамыз. Ортасына крахмал сеуіп, осылай қамырымызды қайтадан бәрін жинаймыз. Қамырымыз жұмсақ, өте әдемі, жаюға өте ыңғайлы. Ортасын осылай ажыратып, крахмал сеуіп, қайтадан жинап шығамыз. Сіздердің қамырларыңыз жабысып қалуы мүмкін, бірақ онымен баклава тоқтап қалмайды. Міндетті түрде ажыратып, жұқалап жайыңыздар. Сәл крахмалды көбірек сепсеңіздер, крахмал кейін артында артылып қалуы мүмкін. Оны губкамен немесе құрғақ майлықпен
сүртіп қағып түсіріп тастасаңыздар болады. Және де бір ескертетін жай, бұл қамыр өте тез қатады, сол себептен қойған кезде міндетті түрде жеке-жеке жайғаннан кейін бетін орамалмен жауып отырамыз. Және осылай крахмал себеміз арасына. Крахмалды көп сепсеңіздер, артылғанын кейін майлықпен немесе губкамен сүртіп түсіріп тастасаңыздар өте тез түсіп қалады. Және де осылай сәл жұқартып аламыз. Қамыр өте жұмсақ болғаннан кейін тез жайылады. Әрбір қамырды жеке-жеке жайсаңыздар болады, топтастырып жайсаңыздар болады. Енді біз осындай жұқа оқтау пайдаланатын боламыз. Аударып қамырымызға және де крахмалдан сеуіп, жұқалап жеке-жеке жаямыз. Мен қазір 3-4 қамырды бірге жаюды көрсетейін сіздерге. Осылай арасына крахмал себеміз. Осылай қамырымызды баспай оқтаудың шетімен жаямыз. Кішкене осылай қамырымыз қатпарлануы мүмкін, ол заңды. Екінші қамырды сіздерге жеке-жеке жайып көрсетейін. Нығыздап қамырымызды оқтауымызға ораймыз. Қалған қамырымызды қайтадан жинап аламыз. Бетін жауып қоямыз. Осылай оқтаудың екі шетін ғана басып, қамырымызды жаямыз. Қамырды ұстамай жаямыз. Қамырымыз өте нәзік, жыртылып кетуі мүмкін. Осылай оқтаудың екі шетін ұстап отырып жаямыз. Сәл осылай қатпарланады. Сіздер оған еш уайымдамаңыздар. Ол өте әдемі болып шығады баклава піскен кезде. Қамырымыздың астына қойған қағазымыз толық оқылатындай осылай жұқа болып жайылды. Барлық қамырымызды жинап, пісіретін ыдысымыздың мөлшерінде айландырып кесіп аламыз. Сіздер бұдан да үлкенірек ыдыс пайдалана берсеңіздер болады. Жан жағында ең астына пайдаланатын боламыз. Жеке-жеке осылай ортасындағы әдемі қамырларымыздың кішкентай оқтауымызға орап аламыз. Оны біз міндетті түрде ең үстіне пайдаланамыз. Кесілген бөліктерін ыдысымыздың астына пайдаланамыз. Ыдысымызды жақсылап майлап аламыз. Және қамырларымызды осылай ыңғайлы қылып кесіп, жан жағына бірдей қылып салып шығамыз. Мен осындай 250 грамм фисташки пайдаланам. Сіздер грек жаңғағында пайдалана берсеңіздер болады. Мен бұл фисташкиді өзім тазалап, блендерда қатты ұнтақтамай, сәл ғана өткізіп алдым блендердан, яғни. Сіздер грецкий орехты пакетке салып, оқтаумен де ұнтақтап пайдалана берсеңіздер болады. Ол арзаныраққа түседі. Оқтауымызға жинап алған қамырымызды бетіне әдемілеп жайып шығамыз. Қамырымыз өте жұқа болып жайылған, енді түсінікті болып жатқан шығар, және жаңа ақ дастарханда көрінбей тұрған. Мынау сұр түсті ыдысымыздан көрініп тұрған шығарсыздар қамырымыздың қаншалықты жұқа болып жайылғаны. Қалған қамырымыздың бәрін бетіне жайып шығамыз. Осылай пышақтың теріс жағымен баклавамыздың артық қамырларын ішіне қарай қайырып кіргіземіз. Және де осындай бөліктерге бөліп аламыз.
Өздеріңізге ыңғайлы 4 бұрыш, 3 бұрыш қылып кесеңіздер болады. Мен осылай ромбик қылып кесіп шықтым. Бәрін бір келкі қылып кесіп алған соң, сары майымыздың толық аппақ көбігін алып тастап, осылай бетіне құйып шығамыз. Көбігі кетіп қалса, баклаваларыңыздың беті қап-қара болып қалуы мүмкін. Бәрін құйып болған соң 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Баклавамыз дайын. Ыстық күйінде осылай салқын сиропымызды бетіне құйып шығамыз. Бәрін толық жақсылап құйып алған соң, баклавамызды кем дегенде 3 сағатқа немесе 1 күнге қойып қоямыз. Сол кезде жаңағы сироп толық сіңеді. Содан кейін баклавамыздың дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Өте әдемі, өте дәмді болды. Алда сіздермен басқа да баклаваның рецептерімен бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамаңыздар.